Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымызда біз кескіндеме өнеріндегі бейне мен көрініске тоқталатын боламыз. Суретші өз шығармасын әр қашан сюжет ойлаудан бастайды. Ал сюжет дегеніміз не? Оны қалай түсінеміз? Бейне деп нені айтамыз? Сюжет ол суретші баяндайтын тарих. Бейне суретші шығармасындағы кейіпкерлер, басты және қосалқы кейіпкерлер. Басты кейіпкерлер әдетте шығарманың ірі, айқын, орта тұсында суреттелсе, қосалқысы одан алыстау жерде орналасуы мүмкін. Бірақ оның бәрі шығарманың композициясы мен сюжетіне байланысты шешімін табады. Ал енді суретшілер шығармаларына тоқталып өтсек. Біз қазір осы залдағы ең қызықты, ең әдемі Сәукеле атты туындының жанында тұрмыз. Оның авторы қазақстандық танымал суретші Амандос Ақанаев. Алайда бұл шығарманы суретші өз қиялымен бейнелеген. Ол шынайы емес, онда шындық шартты түрде, символдық нұсқада салынған. Сәукеле қалыңдықтың ерекше сәнді етіп жасалған бас киімі. Бұл бас киімді қалыңдық өз тойында киіп шығады. Сәукеленің биік күмбезді пішіні әлемдік таудың пішініне өте ұқсас етіліп жасалатын болған. Ол неғұрлым биік болса, қалыңдықтың мәртебесінің жоғары екенін білдіреді. Амандос Ақанаев бұл шығармасын 1990 жылдары жазған болатын. Бұл шығарма символдық мән мағынаға толы. Әлемдік тау әруақтар мекендейтін аспан әлемі. Шығармаға бір сәт зер салып қарасақ, оның бетінде бояулармен қатар әртүрлі моншақтар, ұсақ тастар қолданылғанын байқаймыз. Яғни суретші композицияны құрастыру барысында қолөнер шеберлеріне тән әдістерді кескіндемеде қолданып, өз шығармасын даралап көрсеткен. Әрине, суретші өз кескіндемесін дәстүрлі сюжеттермен толықтыра отыра, ұлттық болмысымызды айқындай түседі. Сәукеленің төбесі киіз үйдің шаңырағына тірелген. Болашақ келіннің міндеті осы шаңырақтың ұрпағын көбейтіп, берекесі мен бірлігін ұстап тұру. Сондықтан да әр шығармаға мұқият зер салып қарап, оның мазмұнын, сюжетін түсінуге болады. Бейнелеу өнерінде жиі кездесетін тақырыптардың бірі ана мен бала бейнесі. Әуір-дәуірдің қылқалам шеберлері өз кейіпкерлерін барынша мінсіз бейнелеуге көп мән берген. Ренессанс суретшілері де бұл мадонналар бейнесі. Қазақстандық суретшілер де ана мен бала тақырыбына өте жиі тоқталып жүргені айқын. Шығарманың авторы танымал суретші Жұмақан Қайранбаев. Бұл туынды өте нәзік, тылсым, әрі терең мағынаға толы. Ана мен сәбидің арасындағы үнсіз диалог. Ана өз ұрпағының тыныштығын қадағалап қоруда. Туынды композициясына айрықша ашылған шымылдықтың ортасында бесікке сүйеніп, нәрестесіне қарап тұрған жас ананы көреміз. Айнала кеш батқан тыныштық сәтін аңғартады. Суретші түстік шешім таңдауда күлгін, жасыл реңдердегі күрделі бояуларын ертегі әлемдегі бояулармен жақын табуға үндестіруге тырысқан. Себебі ертегі әлемі ғажайып қиялдарға толы әлем. Ананың бар тілегі нәрестесінің есейіп бақытты болғанын көру. Ал әзірге бұл әлемді тек армандар мен қиялда елестетуге болады. Сондықтан да әр ана кішкене сиқыршы да болып келеді. Ал Жұмақан Қайранбаев бұл жайлы өте жақсы білген суретші. 20 ғасырдың екінші жартысында Қазақстан қылқалам шеберлері жаңа бағыттағы кескіндемелік мәнерге ізденіс танытты. Осындай суретшілер қатарында Асқар Есдәулет те бар. Алдарыңызда ұсынылып отырған кезекті туынды Қызыл бұқа деп аталады. Мұнда көрерменге түсінікті, шынайы бейнелеуден гөрі
шартты түрде символдық мәнерде қызыл бұқа бейнесі сипатталған. Композиция балалар шимайынан дүниеге келген суреттерді елестетеді. Әйтсе де, мұнда бейнеленген қызыл түсті бұқа әлемдік тауды, қасиетті жануарды меңзейді. Егер тарихи дәуірді еске алатын болсақ, сонау қола дәуірінің жартас суреттерінде де осы қызыл бұқа бейнесін біз күн басты құдайы бейнесімен сәйкес көреміз. Суретші бұл шығармада қызыл бұқа бейнесін киелі жануар ретінде суреттейді. Оны алып тауға меңзейді. Қызыл түсті қоңырқай реңдермен сипатталған жануар бейнесі құнары жерді отты жалынды меңзейді. Алдыңғы көріністе контрасты түрде қоңырқай қызыл бұқа бейнесі қазақ орнаменттермен бірге үйлесімділік тапқан. Бір сәтке текеметтің фрагментін елестететін бейнелеу сюжетті қызыл бұқа бейнесінде толықтырушы элементтердің бірі болып саналады. Шығарма стилизацияланған мәнерде орындалған, яғни суретші мұнда шынайылықты бейнелеуде шартты символдық бейнелеу тілімен алмастырған. Шығарма көрермендерге көтеріңкі көңіл-күй сыйлайды. Қызыл бұқа бейнесі композицияның орталық бөлігінде. Оның жоғарғы бөлігі киіз үйдің шаңырағын меңзейтін қара түсті фондармен толықтырылған. Табиғат айналасында емін-еркін жайылған қызыл бұқа бейнесі символдық мәнге ие сюжеттік композициямен тоғысқан. Суретші бір жазықтық бетінде қызыл бұқа бейнесін орталық бөлікке орналастырған. Мұнда декоративтік мәнер айқын байқалады. Қоңырқай құнарлы топырақтың түсін меңзейтін, отты жылдардың жағысын меңзейтін символдағы қызыл бұқа бейнесі әлемдік тауды елестетеді. Мал шаруашылығында құрбандық малы саналатын жануардың бірі. Қызыл бұқа бейнесі отты энергияға толы. Әйтсе де, суретшінің пайымдауынша бұл шығарма көрерменге позитивті көңіл-күй сыйлайтыны сөзсіз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Кезекті сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ. Бейнелеу өнері шығармаларындағы сюжет дегеніміз не? Екінші сұрақ. Көркем туындыдағы бейне деп нені айтамыз? Үшінші сұрақ. Кескіндемедегі тақырып пен сюжеттің қандай айырмашылықтары бар?